Hi everyone, I'm going to explain the comparative degree. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге салыстырмалы шырайды түсіндіретін боламын. Барлықтарымыз білеміз, салыстырмалы шырай заттың сыны мен сапасын, артық кемдігін бір-бірімен салыстыру арқылы жүзеге асатын шырайдың түрі болып табылады. We use the comparative degree when we compare two persons or two things with each other. Example: My house is bigger than yours. Менің үйім сенің үйіңнен қарағанда үлкенірек. My brother is taller than me. Менің ағам маған қарағанда ұзынырақ. Жасалу жолы. Сын есімге are жұрнағы жалғану арқылы, көп буынды сын есімге more сөзін қолдану арқылы жасаймыз. Than тіркесі қосылу арқылы сөйлем құралады. Қарағанда деген мағынаны білдіреді. More сөзін көп буынды сөздермен қолданамыз. Енді қарайық. Beautiful, more beautiful. Енді осы сөздерді жаттап алуға тырысыңыздар. Не болмаса, көп буынды сөздерге more сөзі жалғанатынын ұмытпаңыздар. Бір буынды сөздерге are жұрнағын жалғаймыз. Cold, colder, old, older. Бірақ сөздердің қандай әріпке аяқталатынына назар аударыңыздар. Дауыстыдан кейін дауыссыз әріптерге аяқталып жатса сөз, ол жерде әріп екі еселенеді, яғни hot, hotter, big, bigger, fat, fatter. И әрпіне аяқталып жатса, жай ғана are әрпін жалғай саламыз. Ал y әрпіне аяқталатын сөздер er, яғни easier, earlier, happier деп өзгертіледі. Comparative plus than. We use than after the comparative. Салыстырмалы шырайдан кейін than тіркесін қоямыз. Мысалға назар аударайық. Red house is bigger than blue house. Қызыл үй көк үйден қарағанда үлкенірек. Mary is more beautiful than Eliza. Мэри Элизадан қарағанда әдемірек. A car is more expensive than a bike. Велосипед машинадан қарағанда қымбатырақ. Яғни достар, мысалдармен бірге үйренсеңіздер, және де сөйлемдерді құрастырып үйреніңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.